арнап осыған тікелей араласып, барлығына қарап өзінің талдауын беріп жүрген осы жаңағы бүгінгі конференциямызда Дана Рау әріптесіміз қатысып отыр. Сол кісіден осы жаңағы онлайн және қашықтан оқыту туралы мәселелер туралы ойын білсек. Дана апай. Сәлеметсіздер ме? Өте қуаныштымын сіздерді көріп отырғаныма. Осы қашықтан оқыту туралы формат жөнінде бірнеше пост Фейсбукта жазғам. Фейсбукта барларыңыз оқып отырсыздар. Бірақ өз ойымды айтып кетейін. Ержан, рахмет шақырып қосқаныңызға. Мен мектепте істемесем де 26 жыл мұғалім болып істедім. Сондықтан мектептің қандай да мектептің ішінде болып жатқан жағдай өзіме ыстық, әріптестерім үшін әрқашанда бүйірім жақынырақ тұрады. Біріншіден, бұл формат әрине жақсы. Бұл заман талабы. Ертелі ме кеш пе бәрібір де көшетін едік. Бірақ міне мынандай жағдаймен көшіп жатқанымызға өте өкінішті. Дегенмен уақыттан да болып жатқан нәрсе деп ойлаймын. Мені естіп отырсыздар ма? Естіп отырмыз. Және айтатын ең алдымен осы қашықтан оқытуда әр мектеп өзінің платформасын дайындаған жөн. Өзінің жаңағы сабақты өткізу форматын таңдаған жөн. Өйткені біздің мемлекетіміз дайын емес, оны мойындауымыз керек. Мемлекетіміздің 70-80-ге жуық аумағы бұл форматты өткізуге не интернет жылдамдығы төмен, немесе интернет тіпті жоқ жерлерде бар, немесе құрылғылары жоқ жерлер бар, тіпті жаңағы көп балалы отбасыларында бірнеше бала оқыса, бірден барлығын құрылғылармен, сапалы құрылғылармен қамтуға қол жетімсіз. Сондықтан бұл жерде мұғалімдер мен мектеп директорларына үлкен жүк артылады. Жаңағы сабақты ұйымдастыру, сабақ кестесін дұрыс құру, тағы сол сияқты. Екіншіден, көбінесе барлығының бүйрегі бұрып отқандары WhatsApp чаттар мен Telegram чаттар арқылы жүргізу. Әріптестер, келісесіздер ғой, ата-аналар да барлықтарыңыз. Сонда мына жерде әрбір пәнге жеке чат ашудың қажеті жоқ. Бір сыныпқа бірақ чат ашасыздар. Бір сыныпқа бірақ сабақ кестесі. Сол сабақ кестесі бойынша сол чатқа мұғалімдер шығып отырады. Мысалы, мен 9-дан 10-ға дейін, Мейіржан 10-нан 11-ге дейін сол бір чат арқылы сабақты жүргізуге болады. Бұл жерде в режиме реального времени дейді. Мына жерге тіпті сіз сол чатқа жаңағы өзіңіздің сабағыңызды түсіндіруін, түгелін сол жерде өткізуге болады, бірақ енді ол жерде трафик көтермеуі мүмкін. Енді үшіншіден, бұл жаңағы электрондық пошта арқылы, енді электрондық пошта арқылы болғанда да интернет бар жерлерге ғана қол жетімді, ал интернет жоқ жерлерде қиындау болады. Келесі, қазір мен жазып қойып едім, екінші компьютерде. Келесі, әр сабақты жоспарлағанда мен басынан бастап ұсынып жатырмын. Мысалы, бір бөлімге сабақты жоспарлап қойған дұрыс. Мысалы, мен тарихты алайын, өзім тарих пәнінің мұғалімімін. Қазір халықтардың ұлы көші жаңағы бөлімі басталып жатса, ол 3 параграфтан тұрса, сол 3 параграфқа бір план жасап қойып, сол жоспардың негізінде балалардың маршруттық парақ жасалады. Немесе силабус дейді. Өкінішке орай оны қалай түсінгенін білмеймін. Жаңағы Ыбырай Алтынсарин атындағы білім академиясы. Ол силабусты сіз әрқайсыңыз өз бетіңізше дайындай аласыз. Мысалы, бірінші сабақтың тақырыбы бойынша бала не істеу керек, оның мақсаттары қандай, оған берілген тапсырмалар, оның бағалау критериялары, оның орындалу мерзімі, оның нәтижесі қандай болу керек. Міне, өзіңіздің жұмысыңызды алдын ала жеңілдетіп,
осы интернет жылдамдығының жаңа сапасыздығын ескеріп, балаға бірден осындай маршруттық парақты беріп қойсаңыз, сабақты жүргізу барысында әрқашан осылай жаңағы чатқа шығып отырған кезде сабақта балалардың кері байланысы сапалы болады. Және де сіздің де сол сабақты талқылауға, баланың жетістіктерін түсіндіріп отыруға, қай жерінде кемшіліктер көріп отырсыздар, баланың жаңағы кері байланысы арқылы сіз сабаққа дайын болып отырасыз. Сонда сіз андағы 30 минутты беріп отырған ұтымды пайдаланасыз. Мен мүмкін өзімнің ойым озып кетіп отырған шығар, құрметті әріптестер, жылдам сөйлегеннен кейін. Сіздерге де уақыт берейін деп. Бірақ менің өзімнің түсінігім осы. Мен жаңағыда айтып қойған әдістемелік Даннұр, суретке түсіріп жіберші, пожалуйста. Қалғандарыңыз өшіріп қойыңыздаршы микрофондарыңызды. Тағы да ойым бөлініп кетті. Тағы да айтатын бір ерекшелік, асинхронно өткізіледі дистанциялық сабақтарды, дистанциондық. Сіздерге жаңағы видео сабақты түсірткіздіртіп жатыр ғой. Видео сабақты түсірткіздіртіп жатқан кезде, мысалы, тіпті түсірген күнде де, егер де мүмкіндіктеріңіз жоқ болса, таратуға интернет арқылы. Онда оның жазбаша түрін таратуға болады балаларға. Сол тіпті WhatsApp чат арқылы. Неге сіздердің видео сабақтарды сонша талап етіп отырған білмеймін. Ол трафикті бәрін жейді. Оны жүктеу де мүмкін емес, егер де телефоныңыз сондай керемет телефон болмаса. Сондықтан оның жазбаша түрін ашық қолдануға болады деп есептеймін. Мені қазір министрлік естісе басым шабатын шығар. Дегенмен өзім солай ойлаймын. Тіпті министрлікке де айтып жатырмын. Мұғалімді шектемеңіздер. Мұғалім өзі біледі. Сабақ алдына келген бала қандай, ол қандай ақпаратты қабылдайды, ол қай ақпаратты қалай қабылдайтын тек қана сол мұғалім ғана біледі. Сондықтан біз үстінен мынаны осылай істе деп нұсқаулықтар жіберіп бұйырсақ, ол төменде қалай іске асырылатынын көрмей қаламыз. Бұл жерде мектептің директорларының рөлі арту керек. Мектеп директорлары жаңағы өзінің іске асыру жолдарын бір мектеп үшін таңдау керек. Және сол форматты, сол әдістемені толық барлық мұғалімдер бірдей іске асырғанда балаларға ауыртпалық туғызбайды. Себебі бір мұғалім келіп, сен менікін былай істе, екінші мұғалім келіп, жоқ сен менікін істе деп бәлен техника мен прием, стратегияларды ұсынғанда баланың миы шатысып кетеді. Сондықтан барлық мұғалімдер 5-ші класста өзінің жас ерекшеліктеріне сай, 6-шы, 7-ші класстарға өзінің жас ерекшеліктеріне сай, бастауышта, жоғары сыныптарда жас ерекшеліктеріне, психологиялық қабылдау ерекшеліктеріне тиісті ғана осындай әдістемелерді ғана қолданған дұрыс. Қазір бастапқы уақытта. Кейін жаңағы тәжірибе жинақтағаннан кейін күрделендіреміз десе, басқадай стратегияларды енгіземіз десе, ол әр мұғалімнің өз еркі. Жаңағы кіріспе уақытында барлығын неғұрлым қарапайым, неғұрлым баланың қабылдауына жаңағы ыңғайлы әдістеме арқылы енгізген дұрыс. Менің айтатыным осы, сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Тәжірибеммен бөлісіп жатырмын. Дана апайға сұрақтарыңыз бар ма? Микрофондарыңызды өшіріп қойсаңыздар, мына жерде кісілердің ойын бөліп жатсыздар. Келіп қарап отырғаннан кейін мен ойын бөлініп кеттім. Ержан, біраз ойларым еді, бірақ сондықтан сұрақтарыңызды қойыңыздар. Сізге 80 адам қарап отыр. Сұрақтарыңыз жоқ болса, мына жерде Өмір ағамыз отыр, сол кісіге сөз берсек. Өмір аға, сізде микрофон. Микрофон ашылмай қалды деймін ол кісі. Қазір қосып қойайын. Өмір аға, микрофон естіп жатыр. Енді қосылды. Жаңа Дана әріптеске кедергі болмайын деп, мұрным пысылдап кедергі болмайын деген ғой. Көріскеніме қуаныштымын әріптестер. Жаңа Дана әріптес өте дұрыс айтып кетті,
бу жерде мұғалімді шектеу болуы мүмкін емес. Оның үстіне білесіздер, дәл қазір бізде ең алдымен қай ресурс таңдаймыз, қай нені. Мәселе сода болып тұр. Мәселе маған бүгін зомда болатын сияқты, бірақ балалардың өзінде дайындық көп емес. Дайындық жетті. Мәселе бүгін мен немере кірді, 2-ші класс оқитын. 36 баладан 2-ақ оқушы кірді. Қалғандарының или жағдайы жоқ, немесе жұмыс жүрілмеген секілді. Енді біраз солай қиналамыз. Сондықтан ең алдымен жаңағы кімге қайсысын ыңғайлы, кімге күнделік ыңғайлы, кімге осы Zoom ыңғайлы деген секілді таңдап алып, барға жаңа Дана әріптес айтқандай сабақ өтеміз. Басқа амалымыз осақ амал, иә. Енді бұл жерде үлкен проблема, жаңа мен Света қарындасының әріптесін айтқанына түсінбей қалдым. Министрдің өзі айтып отыр ғой, жаңа мектептердегі компьютерлерді оқушыларға таратылсын деп жетпеген. Бұл мәселені қаттырақ талап етуіміз керек. Біздің мектепте, мысалы, қалада бүгін естім, жағдай төмен оқушыларға ертең таратылып бастайды. Ертең. Біздің тіпті мен директорым өзінің смартфонын бір оқушыға беріп жатыр. Өзім пока әлгі жай телефонмен жүре тұрам деп артық смартфон. Сөйтіп амалдау керек. Жаңа қаланың әкімдігі бар ма, білім басқармасы бар ма, Түркістанда сіздер біраз қуыңыздар басшыларыңызды. Ол болмайды ол. Бұл жерде мәселенің 2-ші жағы бар. Мына мектептерде тұрған көп компьютерлер, сынап 2005-2006 жылы алынған компьютерлер. Қазіргі мына Zoom-ның өзін көтере алмауы мүмкін. Бір жағы біз соны танытпаймыз. Қазір инвентаризация деп қақсап отқанында сол. Бұл қашықтан оқыту бізде үлкен проблемаларды бірінен кейін бірін шығарады. Бірақ соның бәрін біз кедергілеп еңсеруіміз керек. Сіздерге бәріңізге табыс тілеймін. Мен айтарым сол, Мейіржан, рахмет. Әріптестер, Мейіржан, сөз кезегін алсам бола ма? Жақсы. Жаңа енді директорлар деп жатыр ғой. Біз енді біздің облыста бізге қайсы ыңғайлы. Мысалы, тек қана Zoom-мен кір деп біз талап қойып жатқан жоқ, біз жеке өз басымыз мұғалімізге де. Өйткені әлеуметтік жағдай белгілі ғой. Қайтып айналып келгенде де сол WhatsApp-қа көбіне. Енді WhatsApp-қа жіберілетін шығар, сосын видео түсіру деген талап бойынша да бекітіліп жатқан жоқ. Ол жұмыстармен оқу әдістемелік орталығы бар, арнайы. Сол оқу әдістемелік орталығы айналысып жатыр. Әр пәндер бойынша сабақтарын түсіру. Ол мысалы енді бірнеше мектепке сабақ түсіру, ол қаражатқа да келтіріледі және мүмкіндікке де қатысты. Сондықтан WhatsApp-пен көбіне жұмыс жасаймыз деп ойлап жатырмыз. Енді біз нақты мұғалімге сен өйт деген тапсырма болып жатқан жоқ. Zoom-ға кіргені Zoom-ға бекітіледі. Сосын теледидардағы сабақ бойынша да арнайы расписание жасап қойдық. Теледидардың мүмкіншілігі жоқтар, теледидармен оқытылатыны. Одан кейін жағы мүлде жоқ дегендерге енді мектептің мүлкін акт бойынша беруге біздің жоғарғы құзырлы орындар шешім ұсыныс айтып жатыр. Енді өзіміздің мектеп басшысының құзырында ғой. Мүлк соныкі болғаннан. Білім министрі өзі брифингінде айтып өтті. Света апай, сондықтан сол бойынша сіздер жұмыс жасайды деген ойдамын. Өмір аға, барлықтарыңызды көргеніме қуаныштымын. Дана Рауханым, сізді де көп әлеуметтік желіден оқығанымен жүзіңізді енді көріп жатырмыз. Енді не жерде өздері жиналып, өздері сөйлеп кетті екен демесін, енді басқа жақтан сөйлейтін мұғалімдер болса, мархабат. Бар ма сөйлеймін деушілер? Айтышкүлім. Рұқсат болса. Жақсы, енді сөйлеңіз. Мен ба? Біздерде жаңағы әлеуметтік жағдай оқушыларға бүгін компьютерлер беріліп жатыр. Бұл беріп. Алайда жаңағы әлеуметтік жағдай төмен, енді интернетке қосылу қиын, қалай қосыламыз деп отыр ғой. Министр сөйлеген кезде айтты ғой енді, интернетке болады дегендей. Мүмкіндік болатын шығар деп ойлап отырмыз. Бұл мәселе шешімін табатын шығар деп тұрмыз.
енді мектебімізде негізінен өткеннен бері алып жатырмыз ғой, әлгі бір анекдот та шықты ғой, мұғалімдер ұрлыққа түсейін деп жатыр ма деген. Қай облыстан хабарласып тұрсыз? Қай облыстан? Атырау қаласынанмын. Атырау қаласынан. Бізде енді бүгін онлайн сағатқа оқушылар көп қатысты. Zoom конференциясы былай ыңғайлы деп ойладық. Бізде жаңағы мектептің чатында мұғалімдер есеп беріп жатты, жаңағы балалар жөнінде қалай болғаны, ыңғайлы болды ма, байланыс жақсы болды ма деген сияқты. Негізінен байланыс жақсы болды деп айтып жатты мұғалімдер. Енді мен бұл мәселеде не айтайын деп отырмын. Жаңағы бір сыныпқа бір чат ашу керек дегенде, менде бір сыныпқа бір чатымыз бар ғой класста. Сосын оған мұғалімдерді де енгізіп қойып едім. Менің сыныбым бар, 10-шы сынып. Енді осы мәселеде манағы сілтемені жіберіп қойдым классымның. Мұғалімдер болып, жаңағы оқушылар болып кіріп қарадық. Бірақ та осы алдағы уақытта енді сабақ басталған кезде осы мәселе қалай болады? Мысалы, мен сілтемемді жіберіп отырмын. Бірақ мен енді ол сыныпта отыра алмай, мен өзімнің сабағыма шығуым керек қой. Ол сілтемеден шығуым керек бар мен сонда. Бұл конференциядан. Сіз ненің сілтемесін? Менің өзімнің конференцияның сілтемем бар ғой. Иә. Сол осы мәселені қалай шешуге болады екен деп ойлаймын да. Жаңағы балалар мынадай ойластырып қойдық. Мысалы, жаңағы сабақ кестесі бар ғой, сол бұрынғы сабақ кестесімен жүре береді. Дауыстарыңызды басасыздар ма? Звуктарды өшіресіздер ма? Естілмей жатыр. Ол сабақ кестесінің тұсына әр пән мұғалімінің жаңағы сілтемесін алып қоямыз ба деп, идентификатор номерін. Балалар солай кіре ма деп. Ана 5-10 минуттық қоңыраудың кезінде балалар әбден шатаса екен. Балалар тек сілтемені кіріп кететіндей қалай қазір әр пәнге бөлек чат ашу керек па, тіпті осы мәселені қалай шешуге болады деген мәселеменде. Қазір Zoom-мен көп проблема жоқ қой, создать конференция дейсіз, біз санаулы минутта ғана дайын болады. Сілтемесіз аласыз да WhatsApp-қа жіберсеңіз болды ғой, проблема жоқ. Жоқ, оны классыммен мен өзім мысалы кіріп отырмын оған, иә? Енді ертең ана пәндер, сабақ кестесі бойынша пәндерге кірмей ма оқушылар? Жоқ, пәндерге кірген кезде ол оқушылар өздері қарау керек қой ол ресурстарды. Самостоятельно. Өздері қарайды, өздері сол бойынша өтеді басқа ресурстар бойынша. Ал сіз жаңағы, мысалы маған, менде қазір ауылда ондай мүмкіндік жоқ. Әйтпесе маған ыңғайлысы осы Zoom-мен немесе басқадай жаңағы порталдар арқылы мен тікелей эфирде оқушыларға өткен ыңғайлы материалын көрсеткен бәрі жеңіл болар еді. Ал біз қазір WhatsApp-пен қабылдағандықтан онда көптеген ақпараттар келіп түседі, көптеген материалдар келіп түседі. Оның бәрін қарауым керек, оның бәрін жеке-жеке папкаға салып отыруым керек деген сияқты. Ал сіздің айтып отырғаныңыз Zoom-ға қалай? Ол жаңағы мектептің өздеріңіздің расписание жасадыңыздар ғой. Сол расписаниеге қойасыздар да сілтеме арқылы ғана беріп, сол арқылы кіргізіп отырмайсыздар ма? Мейіржан, мен сөйлейінші осы бойынша. Иә. Құрметті әріптестер, барлығыңызды қош көрдік. Бұл елдің басына түсіп отырған жағдай уақытша деп ойлаймыз. Мен Нұрсұлтан қаласы 16-шы орта мектептің мұғалімі Гаухар Жетебаевна. Бүгінгі сабақ бізде қалай өтті? Мен сол бойынша айтайын. Қазір ғана сөйлеген әріптесімнің басындағы проблема, мен сынып жетекшімін дейді. Сол мен сынып жетекші болып отырып, мен оқушыларыммен отыра алмаймын ғой. Мен ары қарай өзімнің сабағымды өтем. Сол кезде мына жақта не болады деген сұрақ қой, мен түсіндім, иә, солай түсіндім. Иә. Енді қараңыздар, біз осы уақытқа шейін жұмыста жүрміз ғой, неше күннен бері жұмыстамыз. Осының барлығын жүйеге келтірмей не істеп отырмыз? Бізде мысалы күніге бірінші мәселе ресурс болды. Баланың компьютермен қамтамасыз етілуі. Қазір мен Дана Раухан ханымның сөзін дәлелдеп кеткім келеді. Бұл кісі енді білім басқармасынан сөйлеп отыр, бәрі айтып отыр, иә, осылай беріп жатырмыз компьютер деп. Ал мен куә ретінде, мектептің ішінде қарапайым мұғалім ретінде айтқым келеді.
біз бірінші бүкіл сынып жетекшілер қай оқушыда компьютер жоқ. Кім интернетке немен кіреді? Телефонмен кіреді ме? Компьютермен кіре ме? Планшетпен кіре ме? Соның барлығын білдік. Кімнің үйінде интернет бар? Кімнің үйінде интернет жоқ? Жоқ оқушыларға мектептен қамтамасыз еттік. Компьютерлерді бердік, ноутбуктарды бердік, акт жасап. Сол ұйымдастыру жұмысының бәрін істедік қой. Одан кейін мынау идентификатор кеше берілу керек еді балаларға. Бізде общий идентификатор жасалды да, мен мысалы менің сыныбыма сабақ беретін мұғалімдердің идентификаторын мен жазып алдым. Жазып алып алдын ала бердім. Бүгін сабақ 2-де басталды, 12-де мен оларды шақырып жиналыс жасадым. 5 минуттық конференция өткізіп. Балалар, сағат 2-де кешікпей қосыламыз. Кешігу деген болмайды. Міне қазір сағат 12-де мен қанша бала қатысты соны білдім. Кім қатысты, кім қатыспады, кім кіре алады, кім кіре алмайды. Бәрін тексеріп, көріп, идентификаторды беріп, содан кейін мен спокойно өзімнің сабағымды өткіздім. Мен сыныбыма алаңдаған жоқпын. Себебі сыныпқа жауапты пән мұғалімдері бар. Сондықтан мен мына әріптесімнің айтып отырғанына мен осындай жауапты бере алар едім. Егер жүйелі ұйымдастырылса, барлығы ешқандай проблема болмайды. Содан кейін қатысу жағы, оқушының қатысуы. Біз оқушыларды неше күннен бері каникул уақыты болғанмен, біз конференцияға шақырып отырдық. Мен даусым қатты шығып тұрған жоқ па? Жоқ, жақсы естіліп тұр. Мен қатты сөйлем, кешіріңіздер. Мынау оқушыларды конференцияға шақырып отырдық. Шақырғанда ата-аналардың арасында мынадай сұрақ туындап жатыр. Келіп жатыр ғой WhatsApp-тан неше түрлі. Мұғалімдер қоймай жатыр, сабақ өткізіп жатыр, каникул уақытында неге сабақ өткізіп жатыр дейді. Осының барлығы түсіндіру жұмыстарының дұрыс болмағанынан деп ойлаймын. Себебі біз конференцияға шақырғанда баланың жаңағы мазасын алатындай емес. Керісінше каникул күндерінде балалар немен айналысып жатыр. Осы күндерді өзінің пайдасына қалай шешіп жатыр. Қандай кітаптар оқып жатыр деген сияқты. Осы карантиннің пайдасы мен зияны, мен өзімде WhatsApp-та да тұр, мысалы балалардың жазғаны, эссе жазып, одан кейін диалогқа шығып, талқылап, 5 минут қана, 10 минут қана жетеді. Ал біздің мақсатымыз бала конференцияға қалай қосылып жатыр. Соны тексеру үшін кіріп отырмыз, бірақ баланы басқа тақырыптармен аулып отырмыз. Міне сондай болған жағдайда кіруге проблема болмайды. Бүгін мен толықтай айта аламын, мысалы мен оқушыларым без проблем кірді. Уақытында бастадық, уақытында аяқтадық. Ал енді Zoom-ды үйрететін сіздердің мектептеріңізде информатиктер бар емес па? Одан кейін қазіргі мұғалімдердің көбі өзі меңгеріп қалды ғой, біраз әлеуметтік желілерде отырады, біраз нәрсені біледі. Сонда слайдты жасап алдық та, демонстрация экранаға алдын ала қойып қойдық қой, видеоны да, слайдты да қойып қойдық. Баса салып, аша саласың, ол ешқандай да қиын емес. Жаңа Мейіржан айтып отыр ғой, өте жақсы оны қолдану, тиімді. Біз тек 30 минут бойына отыра бермейміз ғой онлайн. Қалған уақытта күнделікпен айналысамыз. Сондықтан барынша мынау ата-ана шулап атқан кезде мұғалімдер де қосылып шуламай, өзіміздің сауаттылығымызды көрсетіп, соның шешу жолдарын ойлауымыз керек деп ойлаймын. Бүгінгі конференцияға шақырып отырған Мейіржан мырзаға үлкен рахмет айтқым келеді. Себебі шын мәнінде елдің ортасындағы осы шу, қандай мәселелер, соны шешудің жолдарын қарастырайық. Мен өзімдегі ең тиімді тәсілдерді ұсынайын деп шақырып отыр. Сондықтан сізге үлкен рахмет. Мен онлайн режимде ана жаққа 70 адамға естіп жатыр. Динара Сейітқазы, өшіріп қойсаңыз. Мейіржан, мен айтайын. 1 минут можно? Рұқсат па? Рұқсат. Гаухар апай, мен рахмет сізге кері байланысыңыз үшін. Мен басқармадан келіп жатқан жоқпын біріншіден. Мен осыға бүкіл жұмысқа араласып жүрген қоғамдық белсенді ретінде, бұрынғы мұғалім ретінде. Әйтпесе мен басқармада істемеймін, бірақ білім жүйесіне жақын. Біріншіден, екіншіден, Zoom-ды мне мысалы мен өзім 2 күннен бері өзімне әдейі үйреніп жүрмін. Мұғалімдерден сұрақ келіп жатады, өзімнің әріптестерім бар үйрететін. Бірақ мына жердегі ана кісінің сұрап отырған мәселесі туындап, жаңағы сіздің жауап бергеніңіз біріншіден, екіншіден бұл Zoom мүмкін емес.
бүкіл Қазақстанға өзіңіз де түсінесіз. Біз Астанада отырып бізге мүмкін мына жерде спокойно 500 мегабит қосып қойдық, отырмыз. Ал енді анау қашықтан кіре алмай отырған адамдар қанша? Ал ол жерде 30 баланың ондай 30 мүмкіндігі жоқ. Астанада біз қамтамасыз ете аламыз. Сондықтан айтып жатырмыз ғой, мына барынша қолдағы бар құрылғыларды пайдаланыңыздар, немесе электрондық пошта, күнделік арқылы сабақтарды алдын ала ұйымдастыруды қарастырыңыздар деп. Дұрыс сияқты. Мұғалім өз жаңағы жұмысының шебері, мұғалім режиссер сияқты ғой. Сондықтан ең бастысы осы жерде шектеу болмаса болды, мұғалімдерге әйтпесе сабағын өткізеді. Қандай да осы мұғалім сабағын өткізеді деп мен әріптестеріме сенімдімін. Жақсы, жаңа айтып жатыр, мектептің компьютерлерін таратып беру деген сияқты. Енді кейбір жерлерде мысалы интернет істемейтін болса, ол компьютерді таратып берудің ешқандай пайдасы жоқ. Өйткені интернет жоқ болса, ол компьютермен істейді, жарайды, информатика сабағын өтетін шығар. Енді мына жерде ұсыныс түсіп жатыр, жастар не айтар екен, тыңдасақ дейді. Жастардан кім бар бізде? Информатиктер бар ма топта? Информатик мен бармын. Жақсы, айт, ойыңыз білдірсеңіз. Саламатсыздар. Мен енді Қарағандыдан информатикпін. Енді бізде бүгін жаңағы мектептің компьютерларын таратып беру деген, бізде мысалы Қарағандыдан жағдай жасалып жатыр барлық. Оқушыларға планшет таратып беріп жатыр. Мектептің компьютерларын да беріп жатырмыз. Бірақ бізде енді мына Zoom-да таратып беріп жатқан кезде оқушылар Zoom-ға шығады ғой. Ол кезде мысалы камера керек болады. Ал жаңағы біз беріп жатқан компьютерларда камера жоқ. Бұл жерде енді ата-аналардың да сәл жауапкершілік болса, мысалы камера алатындай, егер камера ала алмайтын жағдайда жаңағы соткаға қосатындай, бүгін біз солай түсіндірдік өзіміз шамамыз келгенше. Ата-ана мен мұғалім. Енді жаңағы мұғалімдарға келетін болсақ, біз енді облыс орталығындамыз. Мұғалімдер Zoom-мен жаңағы жұмыс істеген кезде қиналатында мұғалімдер облыс орталығынан, мысалы, жаңа дауысын шығара алмай қалады, соны үйрену керек. Енді информатик дейді да бізге бәрін бізге лақтыра береді. Негізі мұғалімдер өздері сәл, енді бұл жерде барлығы қосалатын мұғалімдер қосылып отыр ғой. Мен айтқым келетіні, түгел мектептерде мұғалімдер шіркін өзі қосып, жаңағы информатиктер дей бермей, өздері үйренетін болса, Zoom қиын емес. Өйткені Zoom-да бұл уақытқа дейін біз де білген жоқпыз, енді бір күн қарадық та, бір-ақ күннің ішінде үйрендік қой барлығымыз. Сол жастар дейді да, бізде жастарды сәл үлкен мұғалімдер қинап жіберіп жатыр. Дұрыс айтасыз. Үлкен мұғалімдер енді өздері жұмыс істегеннен кейін өздері жаңағы сабақ беріп, сәл талпыныс болса, біз енді шамамыз келгенше көмектесеміз ғой. Бірақ сол үлкен мұғалімдер пенсияға 2 жыл қалды, маған керегіне дейді. Енді жұмыс істеп жатыр ғой ол мұғалімдер. Әрине. Сол жағы сәл не болып тұр. Енді жаңағы компьютерлар енді береді, барлық мектептер береді. Біз бердік. Мен өзім информатикпін. Бүгін сол ата-аналарға түсіндіру жұмысын жасадық. Планшетті интернетімен бердік. Ол ата-аналар планшетпен қосылады. Бірақ бұл жерде бір проблема, ол ата-аналарда 3 бала, 4 баладан бар. Бірақ біз енді ол ата-аналарға біреуіне ноутбук бердік, камерасы жоқ. Жаңағы түсіндірдік, мысалы ноутбукпен сіздер классруммен жұмыс жасаңыздар. Ал жаңа біз берген планшетпен жаңа Zoom-ға шығыңыздар, онлайнға. Сол кезде сіздер, мысалы, бір балаңыз классрумда жұмыс жасап жатса, бір балаңыз онлайн сабақта қатысып отырады. Қай балаңыз онлайн сабаққа қатысса, сол планшеттасын. Сондай жұмыстар жасап жатырмыз енді. Мен айтқым келген сол жаңа үлкен мұғалімдер шіркін өздері сәл информатик дей бермей, өздері үйреніп кетсе, өте тамаша болар еді. Жалпы қазір мына жерде ұсыныстар айтып жатыр. Бұл жаңағы ата-аналар мектептің мүмкін компьютерлерін, планшеттерін түгел таратып беріп жатқан кезде, бұны жаңағы бір-аққа беріп жатыр екен деп ойлап қалмас дейді. Договормен кәдімгідей қайтарып бересіңдер деп беріп жатырмыз ғой арнайы. Содан кейін жаңағы барлық мұғалімдерге айтарым, ол информатик болсын, ол басқа мұғалім болсын. Қазір не көп, ресурс көп. YouTube-ға кіре аласыздар, YouTube болып тұр, қайсы программамен не істеу керек екен.
информатиктер жақсы біледі, бізде метод тік деген бар. Сонымен айтып, ананы басып, мынаны басып шығып кете береміз. Сол сияқты сіздерге де кішкене үйрену керек, қарау керек. Сол ғой, сол мен айтып отқаным сол ғой. Бізге келеді, информатиксің, сен көрсет дейді. Жарайды, біз бір информатик, 3 инженер бармыз. Шамамыз келгенше көрсетеміз. 70 мұғалімге біз енді 4-өміз жете алмаймыз ғой. 4-өміз үлгермейміз. Мысалы, таңертең 9-дан басталады, кешке уже 6-7-тен кейін звонок басталады. Мен телефонды өшіріп тастап отырмын қазір. Енді солай енді қайтесіз енді. Мен айташы енді, айналайын, Дәулен ба? Дәулет. Сол, ересек мұғалімдердің ішінде біз де бармыз ғой. Бірақ Дәулен шынында мына онлайнға көшетінімізді білгеннен кейін біз өзімізше қам жасадық. Жаңағы вандикаммен де бердік сабақты. Онлайн сабақты да бір 10 минутқа балаларды да үйрету үшін. Бүгін енді қанша күннен бері зуммен де өтіп жатырмыз. Балалар шыннан да бізге қарағанда жылдам қосылды. Менде 5-ші класс бар, 9-ші класс бар, 10, 11 бар. Мен анау 5-ші класстардан қорқып едім. Жоқ, олар өте жақсы, жылдам тіркелді. Жоғары класстарға қарағанда олар енді тапсырманы жылдам орындайды ғой. Мектепті де сағынған. Ал енді осы зуммен жұмыс істеу қолайлырақ. Міне бәріміз осылай. Бірақ бірінші кезде шынында түсінбедік, дауыс неге жаңғырып жатыр деп. Содан кейін информатиктерден сұрағанымыз рас, олар айтты, микрофонды өшіріп тастап, кезектесіп сөйлесеңіздер, сонда ғана болады деді. Бірақ енді Мейіржан, сен енді республикалық неге министрмен тікелей несің ғой, мынау бүгін үлкен рахмет конференцияға. Бірақ енді біз қалада тұрсақ та, облыс орталығында тұрсақ та, әсіресе біз сияқты аз қамтамасыз етілген отбасылардың балалары оқиды біздің мектебімізде. Олардың, менің мысалға оқушыларымның екеуінің үйінде ғана Қазақ Телекомның интернеті бар, екеуінде ғана, біреуінде ноутбук, біреуінде компьютер. Қалғандарының бәрі смартфонмен отыр, жаңа мобильдік не дейміз ба, интернет дейміз ба? Сол мобильдік интернет. Ау. Мобильдік интернетпен отырмыз. Сол зумды көтере алмай жатыр. Ал бірақ ең қолайлысы осы жағы нені де көрдік біз, вандикамды да көрдік. Негізгісі қолайлысы кешелі бүгін осы бір аптаның ішінде өтіп жатыр қой. Негізгі қолайлы сабақ өткенде осы зум екен. А бірақ енді білмеймін, бүгін ата-аналар шықты, жаңа жоғарыда әріптестерді айтып кетті ғой. Мобильдік интернеттен ақшаны көп жеп жатыр дейді. Енді онысын мен білмедім, бірақ сондай ұсыныс бар енді ата-аналар тарапынан. Жалпы бүгін Мейіржан, рахмет айналайын. Мынандай онлайн конференция өткізіп отырғанына, енді жан-жақтағы елдің несі ғой, пікірін білгім келіп отыр ғой. Жақсы апай, ол енді интернет мәселесі, Қазақ Телеком провайдерлердің жаңағы әртүрлі провайдерлер бар ғой, солардың мәселесі негізінде. Бірақ жаңағы барлық не тарапынан, министрлік тарапынан болсын, басқа жақтан болсын, барлық мүмкіндікті қарастырып жатыр. Соның ішінде жаңағы Қазпоштаның жаңағы хаттар арқылы алмасуға. Өйткені кейбір жерлерде, ауылдарда интернет мүлде жоқ жерлер бар. Енді тағы бір ұсыныстар келіп жатыр. Мұнда бізде Google Classroom деген бар. Со туралы қазір жерде Айбек бауырымыз отыр, Түркістан қаласынан. Кім Айбек? Google Classroom туралы айтып өтсең. Айбек. Құрметті әріптестер, мен Түркістан облысынан, Қазығұрт ауданынан Молдасапаров Айбек Құттыбайұлы боламын. Мен де Google Classroom-ға кірген жоқ, Мейіржан аға, мен Google форма арқылы жасадым. Яғни Google-ға тіркелу арқылы сіздер Google формаға, ішінде Google форма дегендер бар, іздестіріп табасыздар да, сол жерде жаңағындай бірінші фамилия, имя, отчество, оқушының аты жөні. Демонстрация жасап көрсетіп отырайын, қалай болады? Сөйтіңіз. Сол Google-ға кіру арқылы, бірінші Google-ға тіркеліп алдым, мен міндетті түрде. Сөйтіп Google форма дегенді іздеп, сол жерде оқушыларға жаңағындай не жасадық. Өткенде біз бұл нәрсені, бұл тәжірибені мен еден жүргіздім, онлайн марафон жүргізгенбіз, ауыл білім марафон деген. Сол жерде бір тәжірибе болсын, өзімді бір істеп көрейін деген сияқты. Осы жерге Google форма деп жазасыз. Google форма. Сол жерде, яғни сіздер өздеріңіз жаңағындай оқушыларға тест құрастырсаңыздар да, немесе жаңағындай суреттер қойсаңыз да, немесе жағындай сіз сұрақ қойып, олар жағындай жауап беретіндей жасасаңыз да, ол жерде бүткіл жағын сұрақтардың, жауаптардың барлығы дерлік
шығып тұратын болады сол жерде сіздер үшін. Және оны тексеруге де ыңғайлы. Мен алғашқы рет жағындай онлайн марафонға қатысқан кезде ол 115 оқушының бәрін қайып жабып деген менде үрей пайда болған. Кейінірек біз сол оларды параққа бас шығаруға мүмкіндіктер туындады. Яғни мен ол заттардың бәрін кейін параққа бас шығып, жеке жаңағыдай аты жөнін, тіркеу нөмірлерін бәрін жаздым. Негізі бұл нәрсені қатты бүйтіп зерттеген жоқпын, өзіме керек жерлерін ғана үйреніп жүргем. Өзім информатика емес, біріншіден. Мен өзімде қазір мынандай бір сұрақ туындап тұр. Қойып кетсем рұқсат па? Иә, қойыңыз. Бізде осы 2019-2020 оқу жылы басталғалы бері біз қағаз журналда жұмыс жасап келеміз. Яғни қазір 4-ші тоқсанда бізге бүгін ертең күнделік кезекке көшесіңдер деп жатыр. Ол мәселе қалай болады бізде? Ол күнделік кезекке көшу деген нәрсе жұмыс жасалмағанбыз. Неге осы жағындай біздің қағаз журналдарды жағындай бір аптаға толтырып қойып, лаборанттар немесе басқа да қызметкерлер арқылы сол журналдарды толтыруға мүмкіндік жоқ па деген сияқты сұрақ туындап отыр менде. Бұл күнделік кезекте жұмыс жасамаған маған шынында интернет бар ғой, интернет желісі. Интернет жақсы деп. Иә, интернет желісі бар. Енді неге ұсыныс жасамадыңыздар қағаз журналдан бас тартып жылдың басында? Бізде интернет бар болған кезде ол барлығында бірдей мүмкіндік болған жоқ қой. Көп біз педкеңес жасағанбыз, педкеңесте жағындай көп ата жағында мұғалімдер үйде интернетім жоқ, мен кірмеймін, енді үлкен кісілер көбірек интернеттің қатысы жоқ қой, мектепте толтырылатын дүние ғой мектепте. Бізде де қандай не ғой, интернеттің әлсіз ғой жағындай, несі сет жай ұстайды, хаттың өзін жағындай телефоннан арқылы аламыз, сөйтеміз де соны распечатка жасаймыз. Ал недегі жылдам интернеттер ол әр 90-ның басында келе жатыр, әні келеді сендерге, міне келеді, бізге әлі келген жоқ ол интернет. Жақсы. Қазір олай болса Google форманы түсіндіре кетейін. Мына Google формада әртүрлі тесттер жасау ешқандай қиындығы жоқ. Мысалы мен мынаны оқушылардың интернет желісінің бізде қалай болып тұрған соны сынау мақсатында жасағам. Яғни оқушы ашатын болса, бірінші иә деп жауап береді. Одан кейін мына суретті загрузить етіп көреді. Суретте тұрған кім? Содан кейін жаңағы мысалы Қастеев, қайсысы дұрыс соны таңдайды. Одан кейін ауылдың әсем жерінің суретін жүктеңіз дейді. Сонда оқушылардың кері байланысы суреттерді қалай жүктей алады деген секілді мақсатта мынаны жасап қойғам. Одан кейін аты жөнін қалдырсаңыз, одан кейін ауылыңыз туралы қысқаша ессе жазыңыз деп. Содан кейін жаңағы оқушылар не жерден жібереді. Содан кейін біз жаңағы оның жауаптарын неден көре аламыз. Задание. Не жерде мысалы жауаптар. Бұл жерге мысалы біз қазір көп жерде Gmail'дан пошта ашып, оқушыларды классрумға әкеліп тіркеп жатыр. Мұнда тіркеудің көп қажеті жоқ. Оқушыларға сілтемесін ғана жіберсе болсаңыздар болды, кішкене оқушыларға да жеңіл болу үшін. Gmail арқылы тіркеуге болады. Сонда жаңағы 50 оқушы бұны тапсырып шықты. Соның ішіндегі жаңағы кіре алмағандары бар. Сонда мысалы жаңағы соның ішінен 11 оқушы кіргеніне кірдік деп. Содан берген жауаптары міне. Жаңағы берген жауаптары, одан кейін оқушылардың жүктеген суреттері тұр міне. Яғни бұл арқылы мысалы қай жерде интернет қандай жылдамдықта істеп тұрғанын мониторинг жасауға болады осы арқылы. Одан кейін жаңағы аты жөндерін қалдырған бұл жерде. Одан кейін ауыл туралы қысқаша мысалы бұл жерде эссейлер жазған. Бұндайды негізі ана классрумда жасаған өте оңай болады. Иә, классрумда жасаған өте ыңғайлы. Мен өзімді ашып қойғам мен. Мен сынама сабағында осы Google форманы пайдаландым. Сол кезде жағында оқушыларға бердік. 20 оқушы қатысу керек болатын. Өкінішке орай 8-ақ оқушы қатысты ол жерде. Сөйттік да 8 оқушының осы Google форманы толтырған тек қана 4-еуі ғана болды. Қалғандар ағай жібере алмайатыр, түсіне алмайатыр деп. Шынында да жаңа үлкен тәжірибесі көп ұстаздар айтып отыр, онымен көбірек жұмыс жасау керек, үйрету керек деп. Мен де бұдан алдын осы Zoom арқылы сабақ өттім, екі рет жаңа әріптестерім секілді 5-10 минут. Бірақ WhatsApp-пен жұмыс жасаған жоғым. WhatsApp группада мен оқушылардан сұрағанда, ағай Zoom-ға бәріміз қосыла алмай жатық, сол себепті WhatsApp-пен жұмыс жасайық деді. Бірақ WhatsApp-ым бүгін жағындай 8-ақ оқушы қатысқанға онша көңілім толмай жатыр. Оны көбісіне кейін звондап хабарласқанда жағындай
интернет біреулерде әлсіз болған, біреулердің жағы мегабайты жоқ болған. Ата-аналарына топтарда жаздық енді. Дүйсенбіге шейін жағында единицаларын сап берулерін өтініп, сондай кішкене қиындықтар туындады менде бүгін. Тағы ойларыңызды айтып, бір жаңа нәрселерім бар еді, соларды көрсетсем дегендеріңіз бар ма араларыңызда? Бұл жерде мен айтып өтейінші. Мейіржан, жаңа Айбектің айтып отырғаны өте дұрыс әңгіме да. Бізде Түркістан облысында бұған дейін для себя дегізіп қағаз журналмен отырдық. Қағаз журналға басымдылық беріп отырды. Сол себептен де күнделікті екінші орында қалып кетті да, күнделік кезет. Қағаз журналмен жұмыс жасадық. Енді кешеден бері осы соңғы аптадан бері онлайн режимге өтеміз дегелі күнделік кезетті талап еткен кезде жаны мұрнымыздың ұшынан бір-ақ шықты. Қатты қиналды халық. Мұғалімдер әсіресе ана жаңағы қыркүйек айынан бері күнделік кезетке назар аудармаған бүкіл оқушы, бүкіл ата-анаға активация жасау дегеніміз бар. Сол жағынан қатты шаршадық. Ал енді бүгін онлайн сабақ өтетін күніміз түске дейін топ WhatsApp желісінде аздап жұмыс жасаған сыдым. Бірақ 11-ден былай қарай интернет желісі өте нашар болды. Сағат 3-тердің кезінде бір-ақ қосылды. 11-де интернет желісі бізде де байқалды онда интернет желісі. 11-ден сағат 3-ке дейін қоса алмадық. Болмағасын әйтеуір үйттік, әйтеуір қаладан тағы көмек шақырдық, сонымен қостық. Бізге мысалы Zoom-ға барлығы бір мезетте кірген кезде солай құлайды ғой деймін интернет. Сондай нагрузка болды, білем. Тек қана Zoom емес, тіпті интернет желісі байланыс шықпай қалды ғой, бізде сет шықпай қалды ғой. 2-3 сағат сетсіз отырдық. Өйткені онлайн режим, онлайн жүргізу біраз қиындау ғой. Онлайн жүргізу. Егер мысалға бір уақытта бірден кірсе, сондай проблема бар. Егер жаңағы запистерді қолданатын болса, оның өзінің плюсы бар. Жаңағы записті көрген кезде миллион адам көрсе де, одан интернет құламайды. А когда онлайн кеткен кезде, көбінесе интернет құлайды. Енді оны информатиктер жақсы біледі ғой. Ана компьютерлерді тарқатып берейік, мақұл, мен талап етерміз, компьютерлерді тарқатарымыз да. Бірақ енді ол компьютерді де бала қандай интернет желісін пайдаланады, қалай қосалады, ол жағы да қиындық туындырып тұр. Сонымен сонда да мұғалім сорлы ситуациядан шығу керек, барлық вариантты қарастырамыз, ата-анаға жалынамыз, сол кісілердің қолдау сұрап, солмен тірлік жасаймыз енді. Саламатсыздар ма? Мен сұрасам бола ма сіздерден? Мұғалімді сорлы деп айтпаңыз енді. Енді болсын болмасын мойындауым керекпін ғой. Басқа вариант жоқ. Жақсы, иә. Саламатсыздар ма? Мен бір сұрақ қояйыншы. Мысалы, бір уақытта сабақ басталады, сол кезде бір үйде 2-3 баласы, сол баласы оқитындардың сабағы да бірге басталса, бір телефонмен кіре ала ма олар? Ол бірдей басталмайды, телевизорда өзі расписание бойынша бөлініп тұр ғой. Қай уақыттан көрсетілетін секілді. Мектептерде сол телевидениедегі расписанияны ары қарай жалғастырып өздері жасайды. Бір мезетте кетпеуі де мүмкін. Өйткені ресурстарға кезектесіп кіруге болады. Бізде просто бүгін пробный сабақ болды ғой, сол кезде түстен кейінгі сменада болды менің сабағым. Сол кезде тоже түстен кейін оқитын басқа балалар болса, солар қосыла алмай қалды. Жоқ, ол енді дұрыс қой. Бір уақытта бір үйде бір компьютер болатын болса, ол бірнеше бала бір үймен кіре алмайды. Сол кезде қалай болады? Онда расписаниясы реттеледі ма негізінде? Ол бір сағатта бір класстан ғой ма? Сол күнделікті өз бұрын біз қалай өтіп жүрдік, сол сияқты реттеп беру керек сабақтарда. Онлайн біз бір нәрсені түсініп алайықшы әріптестер. Мысалы, онлайн сабақ, сосын кейін қашықтан оқыту деген екі түрлі ұғым тұр. Онлайн деген, мысалы, біз сіздермен қазір конференция өткізіп отырмыз, бетпе-бет жүздесіп оқушыларға. Бұны онлайн деп атаймыз. Ал қашықтан оқыту деген жаңағы министрлік түрлі ресурстарды ұсынып отыр. Соның ішінде жаңағы бірнеше ресурстар бар. Мынаған кіресіз, мынандай сабақтар бар дейді. Ал мұғалімдер ол жердегі ресурстардың сілтемелерін, мысалы, информатикадан осындай сабақ дейтін болса, сол сабақтың сілтемесін аламын, оқушыға жіберем. Бүгін мына сабақтан осындай уақыт аралығында осыны оқисың деген сияқты. Сонда бұл жерде көп мәселе туындамайды. Сонда осы екеуінің арасын ажыратып алғанымыз дұрыс.
Ал жаңағы мектеп онлайн оқытуға көшетін болса, осындай Zoom сияқты программа, онда кәдімгідей расписаниемен бірінен кейін бірін жүргізуге мүмкіндік болады. Ал дарын онлайннан не алуға болады сол кезде? Ата-аналар үшін және мұғалім үшін. Дарын онлайнда ол жерде сабақтар тұр ғой, видео сабақтар 7 минут. Бірінші оқушы тіркеледі, тіркелгеннен кейін сол жерде видео сабақ тұр. Видео сабақ өзі ары кетсе 10 минут, 7 минут аралығында. Соны бала толығымен оқып қарап шығады. Қарап шығарғаннан кейін астында тест деген тұр. Тест тапсырады да, тест тапсырғаннан кейін баланың нағыз балл шығады. Енді оны жаңағы әр мектепті, әр ауылдағы әр баланы тіркеп жатыр ғой жерге. Кейін сортировка жасайды да сізден, сіз егер дарын онлайнмен жұмыс істейтін болсаңыз, интернет егер жақсы болған жағдайда, сол жерде сіздің мектебіңіз шығады да, сол мектептің мұғалімдері өздері бөлек сортировка жасалады да, оқушылар сортировка жасалып, сол жерде қай бала қай тақырыпты өтті, қайсынан қанша бал алды, соның барлығы шығып тұрады. Онымен де кері байланысты. Мұғалім өзі кіріп, яғни тікелей бақылай алады өзінің мектебіндегі оқушыларды қателеспесе. Яғни функционально сәл күнделікке келеді, бірақ баға қоя алмайсың. Біз дарын онлайнға тіркеп қойдық оқушыларды. Бірақ та әлі қалай жұмыс істеу керектігін көрген жоқпыз. Бізде дарын онлайнмен жұмыс істегілеріңіз келсе, ол интернетте, егер интернет жақсы десе, ютубта бәрі қалай жұмыс істеу керек екен, бәрі инструкциясы бәрі толып тұр. Оларға бас ауыртпауымыз керек, бас ауыртатын ұйымдастыруымыз керек жүйелі. Сол жайында сіз қай жақтан боласыз? Дұрыс айтасыз. Мен Алматы облысы. Алматы облысының қай жеріне? Сіздерде жақсы ма интернет? Іле ауданы интернет жақсы, бірақ та бағана ата-аналармен, оқушылармен пробный сабақ өткізген кезде кейбір оқушылар менің даусымды ести алмапты. Менде олардан Ол техникалық көбінесе. Ол дауыс естіп, жаңа мысалы осында да қанша мұғалімдер қосылды, бірақ кейбіреу мысалы дауыс естілмей жатыр дейді. Кейбіреу сөйлеген кезде микрофон шықпай жатыр. Сонда жаңа секілді кеткен ақаулықтардан болады. Сондықтан жаңағы жерде соның барлығын біз тексеріп қарап отыруымыз керек. Тақырыптарға бірінші класстың тақырыбына сәйкес келе ме тапсырмаларыңыз? Бірінші классқа бар ма тапсырма? Ол дарын онлайнды жасап отырған мен емеспін, апай. Оны жаңағы дарын онлайн сайтына кірсеңіз, астында контактілер бәрі тұр. Келіп кірген болсаңыз, сол жерде тұр барлығы. Біз енді ол қазір бізде дарын онлайнда 4-ші тоқсанның біздің қалған 2 айдың сабақтарын түсіріп жатыр ол жерде. Ол егер біз дарын онлайнмен өтпеймін десеңіздер, Білімләнд деген бар, бұрында өтіп көргенсіздер, Білімләнд деген сайт бар, сол жердің ресурстарын. Онан кейін Opik.kz деген бар, ол жаңа кітаптардың қоры, өзім кіріп көрдім, жақсы екен, барлық материалдардың бәрі жақсы берілген. Сол жерден материалдардың сілтемесін алып, оқушыға WhatsApp-ына немесе басқадай жолдармен оқушыларға жіберсеңіздер болады. Бүгінге мынаны қараңыздар. Енді түк болмаған жағдайда бізде қазір оқушылардың барлығының қолында кітаптары бар. Кітаптары бар. Сонда кітаптан қарайсыздар да, мысалы бүгін параграф 12, 15-ші бетте тұр, 15-ші беттен 17-ші бетке дейін қарайсыздар да, 17-ші беттегі 3-ші тапсырма, 3-ші, 4-ші тапсырманы орындап, дәптерге маған суретке түсіріп жіберіңіздер десеңіздер, солай ғана қарапайым солай ұйымдастыруға болады. Жоқ, оны түсіндік қой, жаңа соңғы айтқан Opik дедіңіз ба? Қайталап айтып жіберіңіз. Бір сұрақ бола ма? Жақсы. Жаңа бір Жанна деген кісі, или Жанна, или ұмытып қалдым, Шымкенттен, Свет Талпамысова. Сол кісі айтып жатты ғой, анау күнделіктің орнына қағаз күнделікті бізде журналды бірінші орынға қойып жүріп деп. Сонда барлық регионда солай болды ма? Жоқ, әлде жекелеген сіздің мектепте ғана ма? Жанна деген дейді. Свет Алпамысова қателеспесем. Саламатсыз ба? Дәулет мырза, біздің регионда солай жүріп жатыр, білем. Біздің регионда. Жаңа, мысалы, кімнің Айбектің айтып жатқан қағаз журнал деп жатқаны, біздің Түркістан облысы Қазығұрт ауданы. Ал мен Түркістан облысы Кентау қаласына қарасты мектепте жұмыс жасаймын.
Бізде де бұған дейін қағаз журналға басымдылық беріп келді. Онда кемшіліктердің бәрін түзетіп, оны тексеріп тіптен солай отырды. Қағаз журналға басымдылық берген жерде күнделікті газет екінші орынға шығып кетті. Жақсы, құрметті әріптестер, қазір конференцияға бізге кім қосылған екен? Мұхтар Ильясов мырза қосылыпты. Жаңа күндік шаруашылығының жетекшісі. Ол кісі қазір өзі күнделік туралы және онлайн сабақтарға қалай ұйымдастырылған жөнінде өз қысқаша айтып өтсе, және демонстрация өтсеңіз. Рахмет, Мейіржан мырза, демонстрация көрсететін қазір қолымда телефонмен отырмын, ыңғайсыз болар, бірақ жалпы кеше бұйрық шықты ғой, 121-ші бұйрық деген. Бәріңіз естуің бар шығар сіздерде. Сол жерде айтып тұрған келесі мәселе. Қосып қойын көрінсе. Келесі мәселе. Қай мектептерде мысалы тұратын жұмыс істейтін мектептеріңіз, егер сол мектептерде интернет болған болса, компьютері болған болса, олар электрондық журналмен жұмыс істеген болса, олар сол жаңағы электрондық түрмен жұмыс істей береді. Бірақ ол жаңағы сіздің мұғалімдеріңіз мектепке келіп жүр, оның мектептің ішінде интернеті болды. Ол бір сәрі. Ал енді үйде отырып, үйде сабақ беремін десе, ол интернеттің жылдамдығы төмен болса, не компьютері жоқ болса, онда ол қалай сабақ береді? Сондықтан оны қағаз ретінде көп зат жазылған дұрыс, бірақ қарапайым халықтың ситуациясы мүлдем басқа ғой. Не компьютер аз, не интернеттің жылдамдығы аз. Сондықтан ол мектептегі сабақ беретін мұғалімдер, сол мектепке баратын оқушылар, интернеті төмен болса, үйінде жаңағы компьютері жоқ болса, жаңағы сабақтың бәрін, эталонный сабақ деп айтады оны, телевизор арқылы қарай алады. Егер телевизор арқылы қарай алмаса, енді тұрмыстық жағдайға қараңыздаршы, мүлдем жоқ, не күнделік жоқ, не қалай шешуші еді. Көбінесе телефон арқылы звондауға болады, дұрыс па? Мысалы, менің мұғалім маған айтады, Ильясов Мұхтар, осындай телефон арқылы, домашний телефонға звондап, осындай тақырыптарды істе, ертеңгі таман жасап қой, WhatsApp-ың болса, WhatsApp-пен маған түсіріп жібер жауабыңды, мен уже оны тіркеймін. Не қағаз журналға тіркеймін, немесе күнделіктің ішіне өзім кіріп тіркеймін. Егер осындай мысал ретінде айтып жатырмын сіздерге. Потому что қағазда бәрі жақсы жазылып тұр. Бірақ тұрмыстық жағдайда картина совсем другая. Енді ол бір сәрі. Енді екінші категория, компьютеріңіз де бар, интернеттің жылдамдығы да бар. Екінші категория мұғалімдер. Екінші категория оқушылар. Олардың сабағы, мысалы, қағаз журналда 40 минут болып бекітілген, мектептің кестесі бар. Бір азанмен оқитын, түстен кейін оқитын. Өзінің кестесі бар, әр сабақ 40 минуттан, 10 минуттық перемена и так далее. Күнделіктің ішінде, күнделік жүйесінің ішінде солай бәрі қала береді. Бірақ сабақтың мазмұны 30 минуттен аспау керек. Неліктен? Мектептің ішінде, коронавирус, карантин болмаса, мектептің ішінде класс жиналғанда бір 10 минутты балаларды тыныш тұру, олардың бәрі жинау, ол да бір күшкі болады ғой кейде, дұрыс па? Анау тыңдамайды, мынау тыңдамайды. Біреудің шашын түртіп қояды, олар қыздардың и так далее. Ал енді представьте, в онлайн режиме, это еще сложнее. Сондықтан жаңағы қағазда немесе электрондық журналда 40 минуттық сабақ, по факту 30 минут болып өтеді. Бірақ есептің ішінде 40 минуттық қалдырасыздар. Себебі 10 минутты жинауға жібердіңіздер, жұмсадыңыздар. Енді 30 минуттық сабағыңыз қалды. 30 минуттық сабақ деген тура 30 минутты жаңағы Zoom болсын, Zoom болмасын, Skype болсын, WhatsApp болсын, әртүрлі ВКС-тің инструменттері бар. Zoom деген это не обязательно панацея, тек қана онымен қолдану қажет емес. Қолыңызда WhatsApp болса да жарайды, Skype болсын, Microsoft Teams деген әртүрлі құралдар бар. Сонымен сабақты
10 минут өткізсе сол жеткілікті. Қалған енді жаңағы 30 минуттың 10 минуты видеоға кетті. Қалған 20 минутты қалай жұмсайсыздар? Үй тапсырмасына назар аударасыздар. Немесе жаңағы сабақ үстінде орындайтын тапсырмаларды жүктеп қоясыздар. Көбінесе менің енді жеке дербес ойым. Онлайн режимде бәрін идеально өткізе алмаймыз. Қала болсын, ауыл болсын, ол ел үйренбеген ондай затты. Қиын. Сондықтан көбінесе жұмыстың бәрі, на самом-то деле, көбінесе нагрузка үй жұмысы сияқты болу керек. Мысалы, келтірейікші, практика жағынан. Ол практиканы сосын көбейтесіздер. Болады ғой, надомники деген балалар. Надомники. Мысалы, дауысы басылып қалды. Науқас болды ма, ауырып қалды ма, сындырып алды ма дегендей әртүрлі жағдай болады. Ол надомник, үйде отырады. Сонда районо, гарано қалай істеуші еді? Аптасына бір мұғалім келетін, аптасына келетін 3-4 пән бойынша қасында отырып сабақ өткізіп береді. Көбінесе үйдің қағазға бәр тапсырмасын береді. Осы айтады, осы бір аптаға жұмыс деп. Соның примері осы қазіргі карантин. Енді үйіне келмейсіздер, бірақ жаңағы тапсырманы стационарный телефон болсын, сотовый телефон болсын, WhatsApp арқылы жібере аласыз. Мысалы, звукозапись жіберуге болады, аудиозапись, видеозапись жіберуге болады. Көрсетіп, мынандай тақырыпты оқисың деп. Соны балаларға бәріне таратуға болады. Ал оны жауабын қалай есептеді? Егер жаңағы балалардың күнделікке доступы болса, оны қайтадан өздері жүктей алады. Фотографиясын жіберіп, немесе Word файлы болса компьютер соны толтырып, жауабын күнделік арқылы жүктей алады. А мұғалім оны күнделік арқылы тексеріп, жасады ма бала, жасамады ма, оған обратный связін бере алады. Ол жаңағы жалпы айтқан менің екінші категория мұғалім мен оқушылар кімнің компьютері де жақсы, интернеті де жақсы деген. Вот екі категория бізде ағайын. Сөйтіп шешуіміз керек біз. Сосын жаңағы енді бірінші категорияны айттық. Ешкімде не мүлдем, не компьютер жоқ, не интернет жоқ. Енді телеарнадан көреміз. Қалған енді в основном, наверное, домашний задание. Бірақ өз қағаз журналыңыз болады ма, электрондық журналыңыз болады ма, оны сіз бекітіп отырасыздар. Себебі біз қазір осы карантиндің жұмысын ойластырып жатырмыз. Бірақ ертең есепті ұмытпайық. Есеп деген біздің жалақымыз ғой. Ертең как мы докажем, что я учитель математики провел этот урок дегендей. Дұрыс па? Олда да ертең бір мәселе шығады. Ол ғой. Мына жерде сол сіздің айтып отқан мәселеңіз бойынша бүгін мысалы WhatsApp-та жүр. Осы тура Мұхтар ағаның айтып отқаны. Бүгін WhatsApp-та жүр. Мысалы жаңағы мұғалімдер тапсырмасын береді, түгел барлығын оқушыларға береді, оны ата-аналар түсіндіреді. Онда мұғалімдер не үшін зарплата алады, зарплатаны біз алайық деген сияқты. Енді ол WhatsApp-та жай таралып кетіпті бүгін. Бағана мен оқып қалдым. Бұл жерде бәрібір мұғалім мен ата-ана бір-бірімен енді қазір бір-біріне көмек жасау керек болып тұр ғой. Ата-аналар да түсіну керек осындай жағдайда. Мұғалімдер да түсіну керек. Мұғалімдер мысалы барлығын беріп тастап, үй тапсырмасын беріп тастап, орындаңдар деп емес, онлайнға шығып, қалай да ол оқушымен онлайнға шығу керек болып тұр ғой. Ол оқушы мысалы түсіндіру керек. Енді ата-аналар қараңызшы, қазіргі ата-ана ол өзгеріп кеткен кісілер. Сіз біздің ата-аналарымен салыстырмай ақ қойыңыз, біз өзіміз мектепке барғанда. Соны айтып отырмын ғой мен. Қазіргі мысалы жас ата-аналарымыз, олар енді палец в рот әсіресе қаланың ішінде, ауылдағын мен айтпай ақ қой. Қысқаша мынандай сұрақ болып тұр. Енді біз мысалы 6-сынан бастап сабақ басталады ғой. Сонда күнделікті толтыруды баяғы бұрынғыша қалады ғой. Бұрынғыша біз қалай толтырып жүрдік, солай толтырамыз, тапсырманы солай береміз, солай белгілейміз ғой. Иә, дұрыс. Солай белгілейміз. Мен бір сұрақ қояйыншы. Қазір. Көбінесе солай болады, бірақ кезінде былай шындықты айтайын, қара шындықты. Көбінесе қалай кіреді, сабақ өткіздім деген галочканы қояды, болды ғой. Үй тапсырмасын, мен көріп отырмын ғой жүйе бойынша. Нақты айта аламын.
үй тапсырмасын бердім ба бермедім ба, оның статусын қолым тисе аптаның соңында істей саламын, немесе не болса о болсын, әйтеуір галочканы қойдым ғой сабаққа өткізгенім деген. Ал енді қазіргі кезде жаңағы кімге сабақ бердім, қандай үй тапсырмасын жүктедім, сол функционалын көбірек қолдану керек. Ондай мүмкіншілік күнделікте бар. Соны қалай қолдану үшін толықтай нұсқаулықтар жүйенің ішінде жүктеліп тұр. Яғни сілтеме бар. Portal.kundelik.kz деген сілтеме тұр. Оның portal.kundelik.kz адресі бар ғой сайттың. Сол жерде басты бетте қазір айтайын. Блок бар. Қашықтан оқыту ұйымдастыру деген. Соның ішінде қысқаша ең керекті нұсқаулықтар мен бейне материалдар жүктелген. Осы дистанционкаға байланысты. Екіншіден, тура осы видео бейне материалдар жаңағы YouTube деген күнделік KZ ресми арнасы деген каналға кірсеңіз, тура сол YouTube-та бәрі жүктеліп тұр. Сол материалдарды қарап, мұғалімдер зерттесе, яғни мектептің әкімшілігі, администратор дейді, класс жетекшісі, пән мұғалімі, солар қараса, әрқайсысына сондай бейне материалдар тұр. Сол жерде көбінесе жаңағы назар аударғанбыз. Не керек екен в первую очередь осындай дистанционка. Кім? Мұхтар мырза, сізге біреу тағы сұрақ қойым деді ғой. Кім еді жаңа сұрақ қойым деген? Мен ғой, Айбекпін ғой мен. Иә, қойыңыз. Мұхтар аға, ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Мұхтар аға, бізде 1-90-нан бері 3-90 аяқталғанға шейін біз мүлдем күнделікке өткен жоқ, күнделік не екенін білмейміз. Енді бізге күні жұмысымыз екі есе қиындайды дейді мұғалімдер. КТЖ енгізу керексіздер, жаңағыдай біз жұмыс істеп көрмеген, бізге қандай ұсыныс айтасыз, қалай жұмыс жасайық? Және мен күні кеше мектеп әкімшілігімен сөйлестім, олар айтады, сіздер жағындай не жіберіпті, сіздерге жағындай сұраныс жібереді екен, сіздер хат жіберу керек екенсіздер, 3 күн болды, әлі хабар аламай отырмыз, қашан ашылады, сол кезде жұмыс жасайсыздар, білмейміз не айтарымыз деп отыр қазіргі таңда. Бізге жұмысты қалай жеңіл жасауға кішкене совет берсеңіз. Бірінші сіздің сұрағыңыз екі тақырыптан байланысты. Екінші, үшінші 90 бойы сіздер күнделікте жұмыс істемегенсіздер. Это значит, сіздер қағаз журналын толтыратынсыздар, дұрыс па? Это значит, неліктен сіздер қағаз журналын толтырғансыздар? Себебі мектебіңізде не компьютер жоқ, не интернеттің жылдамдығы төмен. Сондықтан сіздің мектебіңіз қағаз журналмен баяғы қарапайым қағаз журналды толтырады. Қазіргі кезде аяқ астында интернет аспаннан түскен жоқ қой сіздің мектебіңізде, дұрыс па? Түскен жоқ қой. Сіздер, вы обычная школа, которая работала не в электронном журнале, продолжаете работать тогда в бумажном варианте. Енді сіздің бумажный вариантыңыз, қолыңызда сіздің журналдарыңыз бар мысалы. Көбінесе жаңағы 4-90-ның 1-2 күннің ішінде ертең енді зерттеп үйреніп алсаңыздар, онда алақай деймін. Ал егер енді ол түсінбесеңіздер, онда жаңағы қағаз журналды толтыра бересіздер. А взаимосвязь лучше делать через телефон, WhatsApp и телевидение. Мысалы айтасыз, Айбек мырза, мен сіздің оқушым боламын. Айтасыз, Мұхтар, осындай тақырып бойынша үйде кітабың бар ғой? Кітабым бар менде, дұрыс па? Осындай тақырыптарды оқисың, үй жұмысы осындай есептер болады. Есептің бәрін мен саған WhatsApp арқылы жүктедім. Жауабын маған қағаз арқылы жазып бер, фотографиямды жібер, телефонға жібересің. Сөйтіп, оны тексересіз, қағаз журналдың ішіне толтырасыз. Болды. Егер сіздің мектебіңіз ешқашан электрондық журналда жұмыс істемеген болса. Ондай мектептерді 40 мұғалім ауылдың 47-інде тұрады. Бір журнал, бір класстың бір журнал, мысалға мен орыс тілін толтырсам, Қазақстан тарихына ол журналды апарып берем ба, үйіне апарып берем ба, қалай толтырамыз? Сол ғой бізде мәселе. Олма. Бір класста кемі 20 мұғалім сабақ береді. Түсініп отырмын. 40 мұғалім қаншама бала бар мектепте?
300-ге жуық бала бар, 287 ма сондай. Көп емес екен ғой. Әйтеуір мұғалімнің бәрі бір ауылда ма? Бір ауылда ғой, бірақ ауылымыз үлкен ғой. Ара қашықтық әжептәуір ұзақ. Енді ол қашықтық қанша енді, құдайым. Бір шақырым жер шығар енді, жаяу жүруге болады ма енді? Бәріңіз практически туған туысқансыздар ғой, достарыңыз ғой. Бір ауылдың 40 мұғалімі 300 бала. Жақсы, енді басқа сұрақтарыңыз бар ма? Бір несін табуға болады шығар. Так, дальше. Қандай сұрақ? Басқа сұрақтарыңыз бар ма? Кім сұрағы бар? Менде сұрақ бар. Мұхтар мырза, сіз жоғары жаққан байланысыңыз бар шығар. Мына интернет байланысын кім төлейтін болады? Мұғалімнің байқап отырмын, көп жерде мұғалімнің де ата-ананың да ақша жетпейді ау деймін мынандай сабақтардан. Қателік көп не ойлап жатыр? Түсініп отырмын. Мен былай ойлаймын. Мен былай ойлаймын. Сіздің дербес интернетіңізді ешкім төлемейтін шығар. Енді ол үлкен үміт. Білмеймін, ертең осы сөзіме ертең таяқ жейтін шығармын жоғарыда. Бірақ ол ақшаны ешкім сізге бөлмейтін шығар. Себебі ол ақшаны қалай жеткізу, оны қалай бақылау деген ол үлкен мәселе. Екінші, қалай жаңағы экономия жасауға болады, жаңағы мегабайтыңыз желіне жұмсалмау үшін. Енді ресми деректерге сенсек, сіздің балансыңыздан, яғни смартфонның балансынан мегабайтыңыз желінбейді, егер сіз жаңағы күнделікке кіресіз бе, Лендқа кіресіз бе дегендей, YouTube қарайсыз бе дегендей. Ой, YouTube-ты білмедім, YouTube-ты айтпай қойын, жаңағы білім саласына байланысты сайттарға кірсеңіз, сіздің мегабайттарыңыз желінбейді. Қалған ресурстарды мен нақты білмеймін аға, бірақ күнделікке кіргенде балансыңыз желінбейткен, оны мен нақты білемін. Ол бірінші. Екінші, жаңағы сізде Билайн болады ма, немесе Кейсел, сосын Кейселдің екі түрі бар, Актив, Теле2-ны, Билайнда. Оларда тариф бар. Тарифтің атауы классный, немесе ұстаз деген. Сол тариф бойынша күнделік және ол бірінші. Екінші, сіз 7 гигабайт трафигіңіз бар. 120 минут емес, 40 минут бесплатный разговорыңыз бар, сондай и так далее. Сондай тарифный пакет. Ол Билайнда бар. Сосын Кейселда жаңа деген тариф бар, оның құны 2690 теңге ме айына. Тоже сондай тарифный пакеті бар. Теле2-ның енді атауын білмедім, кешіріңіз аға. Сондай тарифтарға қосылсаңыз, жаңағы күнделік болсын, жаңа басқа, мен сосын кімге Мейіржанға списокті жіберемін. Мейіржан тараталар сіздерді жақсы біледі ғой. Сол көмегі болар. Соларда сондай тариф арқылы ақшаны енді экономдауға болады. Сосын, анау бізде күнделікте компьютер арқылы кіресіз, смартфон арқылы, браузер арқылы кіресіз дейсіз, иә? Оған байқаған шығарсыздар, сол жерде жарнама бар. Біздің табысымыз жаңағы жарнама арқылы. Мемлекеттен ақша ештеңе бөлінбейді, өзіміз соған өмір сүріп жатырмыз. Бірақ айтатыным, компьютер арқылы кіресіз, смартфон арқылы, жаңағы любой браузер арқылы кірсеңіз, анау күнделік полностью бесплатный. Сосын мұғалімдердің өзінің приложениялары бар, атауы күнделік нүкте мұғалім. Ол да толықтай ақысыз. Олардан да балансы желінбейді, сосын приложенияның өзінің бағасы жоқ. Енді осындай рекомендацияға менде енді. Сол дейді. Енді жауап беріп деп үміттенемін. Жақсы, тағы сұрақтарыңыз бар ма? Мұхтар мырзаға. Мен де сұрақ қойсам бола ма екен? Саламатсыз ба, Мұхтар аға? Мен Шымкент қаласынан хабарласып отырмын сізбенен. Біздің мысалға оқушыларымыз Дарын платформа онлайнға тіркелген ғой. Ол ақылы болып кетуге мүмкіндігі бар ма екен? Соған жауап берсеңіз. Рахмет. Мен жауап берейін. Дарын онлайн негізі платный видеоматериал болған. Бірақ қазір осы карантиннің кезінде олардың видеоматериалдары полностью ақысыз.
Оны сіздерде неліктен анау түсінбеушілік туғызып жатыр? Себебі олар анау сайтында үлгермеген, толықтай мүмкін мәліметті дұрыстап жазуға ма и так далее. Бірақ контенті жаңағы видео, бейне материалдары олардікі полностью ақысыз. Сосын мен жаңағы дарын, сосын айтайын дегенім. Дарын онлайнның жігіттерімен біз ұйымдасып, олардың қазіргі кезде осы 6 сәуірге біздің күнделіктің ішінде уже нақты дайын болады. 6 сыныптан бастап 11 сыныпқа дейін олардың бейне материалы жүктелген. Күнделіктің ішінде де қарауға болады, немесе Дарын онлайнның ішінде қарауға болады. Екі жағынан да ол ақысыз. Сосын 6 сәуірге таман біз 1 сыныптан 5 сыныпқа дейін материалдарды тоже жүктеп қоямыз. Дарынның жігіттермен келісіп, екі жақтан сол материалды қойдық. Дарын онлайнның қайтадан айтамын. Карантин кезінде олардың бейне материалдары толықтай ақысыз. Сосын менің білуімше, олардың да сайтына кірсеңіз, сіздің мегабайттарыңыз желінбейді, жұмсалмайды. Жақсы, мына жерде білім және ғылым министрлігінің кеңесшісі Ерболат мырза отыр. Сізде осы жаңағы тарифке қатысты, интернетке қатысты кішкене өз ойыңызды айтып жүрсеңіз. Кешарық, әріптестер, құрметті мұғалімдер. Жаңа енді Мұхтар мырза біраз мәселені айтып кетті, барлығын детально түсіндіріп кетті сіздерге. Интернетке қатысты келетін болсақ, әрине ешкім бұндай ситуация болады деп күтпеді. Себебі интернет тікелей эфир қосылған кезде көп интернеттер құлайтыны белгілі болды. Біз бүгін тесттің кезінде де оны байқадық, ашығын айту керек. Себебі тікелей онлайнға қосылғанның өзінде интернеттің жүрісі өте тежеледі. Бұл ашық айтылу керек мәселе. Екінші мәселе, интернетке әрине тек қана білім және ғылым министрлігі жауап бермейді. Оған тікелей сол регионда жауап береді. Оған арнайы жауап беретін де министрлік бар. Сәйкесінше, бірақ біз мүмкіндігінше тікелей білім және ғылым саласына жауап беріп отырғаннан кейін интеграциялық тұрғыда барлығын ақпаратты шынайы түрде жеткізіп отырамыз. Қай жерде интернет ұстамай жатыр, қандай мәселе болып жатыр. Бүгін мысалға әлеуметтік желіде де бізді белгілеп жазып жатты, бірден мүмкіндігінше реакция білдіріп отыр. Бұл бір. Үшіншіден, жаңа өмір ағамыз айтқан мегабайттарға байланысты. Ашығын айту керек, біз осы мәселе шыққан кезде, осы ең басында осыдан бір 3 апта бұрын осы мәселені біз көтеріп, жұмыс тобы өз жұмысын бастаған кезде, бірден осы мәселемен айналысатын жауапты министрлікке, МСРАПқа бірден ұсыныс білдірдік. Яғни мегабайттардың дәл осы қолдануға байланысты осы ресурстар, барлық ресурстардың тізімі біздің сайтта тұр, және біздің телеграмымызда да тұр. Ол жерден кіріп көрсеңіздер де болады. Күнделіктен бастап Білімленд, Дарын онлайн, Сабақ KZ, қайсысы бар барлығына мүмкіндігінше интернет кетпейді, мегабайт кетпейтіндей қылып жасадық. Сәйкесінше сіздің мегабайтыңыз басқа бір заттармен кетуі мүмкін. Осындай мәселелер, және келесі бір айта кеткім келіп отырған мәселе, мына өздеріңіз көріп жүрсіздер, әлеуметтік желілерде болсын, тіпті қалай деп болады, кейбір кішігірім адамдар туындап жатыр, жазға ауыстырайық деп жатқан, одан кейін жаңағы мұғалімдерді кінәлап жатқан. Біздің ойымызша бұл дұрыс емес деп есептейміз. Себебі өздеріңіз білесіздер, жазға ауыстырсақ ертең ыстық күнде кім оқытып жатыр деген сияқты әңгіме сұрақтар туындайды. Және өздеріңіз жақсы білесіздер, мұғалімдердің жалақысы да бар бұған қатысты. Енді осы тұрғыда мүмкіндігінше министрлік қолынан келген жасап жатыр. Егер жалаққа қатысты, мысалы кейбір региондар жалақыны немесе басқаны қысқартамыз деп жатқан сұрақтар туындап жатса, бірден біздің әлеуметтік желімізге немесе Мейіржан арқылы болсын тікелей бізге байланыса берсеңіздер болады. Мүмкіндігінше көмектесуге тырысамыз, моментально мәселені шешуге тырысамыз. Жалпы осы енді проблема болады, болмайды емес, ешкім ашығын айту керек. Бір оп-оңай деп отырған ешкім жоқ. Бір жағынан бұл бізге қалай деп болады, біз үшін бір үлкен сынақ кезеңі деуге де болады. Яғни барлығымыз үшін, мұғалім үшін де, ата-ана үшін де,
себебі тек қана мұғалім емес, бұл жерде бір ата-ана да мұғалімнің рөлін атқарады. Сондықтан барлығынан бұл жерде жан-жақты көмектер керек болады. Сондықтан сіздердің еңбектеріңізге үлкен табыс тілеймін. Біз мүмкіндігінше өзіміздің тарапымыздан, енді білесіздер, 2 телеарна, министріміздің өзі айтып кетті кеше брифингте, Балапан телеарнасы, Ел арна, сонымен қатар екінші кезекте Қазақ радиосы, яғни жетпейтін, мына бізде алыс ауылдар бар ғой. Алыс ауылдар бар ғой. Яғни Қазақ радиосын қосамыз. Келесі мәселе Қазқоштанның көмегіне сенеміз. Осылай қысқасы. Жақсы, рахмет. Тағы айтарларыңыз бар ма басқа? Өмір аға. Бір өтініш бар сіздерге. Әлеуметтік желіде болсын, басқа жерде болсын, көбінесе жазға қалдырайық немесе басқа деп жатқан адамдардың пікірі болып жатса, өздеріңіз де түсіндіріп отырсаңыздар, оның қандай минустары бар екен, оның қандай дұрыс емес екен. Жақсы. Ләззат апай. Біз қазір барлық құрметті әріптестер, мен Шымкент қаласы 100-ші мектепте жұмыс істеймін. Бізде мынау жаңағы аптасына бір рет болатын пәндер бар ғой. Өзін-өзі тану, дене шынықтыру, еңбек пәндері. Солар тек қана тапсырма беріп, күнделік кезекті толтырумен ғана шектеле ма сонда? Жоқ, ол кешеген әнұру неде таратып берді ғой, білім және ғылым министрінің, қазір мен сізге сіздер мүмкін сіздерге жетпеген болар. Нөмірі 121-ші, кеше 31-ші наурыз күнгі бұйрық. Сол жерде соны оқып қарасаңыздар, сонда барлығы тұр. Сонымен танысып көрулеріңізге болады. Сонда класс жетекшісін естейді, мектеп басшысын естейді, тәрбиесін меңгерушісін естейді, оқушысын меңгерушісін естейді, мұғалім не істейді, жаңағы сіз айтып отырған дене шынықтыру, технология, өзін-өзі тану, психолог не істейді, соның барлық міндеттері ана жерде астыңғы жағын жазылған, соны алып танысуларыңызға болады. Кейін біз өтініш сол қиын болмаса сол чатқа жібере аласыз ба осы бұйрықты? Жақсы жіберемін. Кеше жіберген негізі. Кеше біз анау чатқа жинаған кезде сол жерге түгел жіберген. Сол жерде айтқам сіздерге, осыны оқыңыздар, қараңыздар, сұрақтарыңыз туындаса, сол бойынша сұрақтарыңызды қойыңыздар деп барлықтарыңызға айтқам. Мүмкін қарамаған боларсыздар. WhatsApp-та тұр ол. Рахмет. Басқа айтарларыңыз бар ма? Енді басқа көп айтарларыңыз болмаса, құрметті әріптестер, енді осы күнде болмаса да арасында осындай кездесіп, өзіміздің ойымызды бөлісіп, іс тәжірибемізді бөлісіп, осындай жұмыстар жасап отырайық. Өйткені бұл бізге министрліктің тікелей қайтсең де істе деп мәжбүрлеп отырған дүниесі емес, бұл мәжбүрлі түрде келіп отырған дүние, жаңағы ауру айтып келмейді дейді, сол мәжбүрліктен туындап отырған дүние. Сондықтан ата-аналармен, балалармен тіл табысып, қандай жағдайда болмасын жұмыс істеуімізге тура келеді. Басқадай сұрақтарыңыз болса, кез келген сұрақтарыңыз бойынша жаңа онлайн оқытуға қатысты тағы басқа сұрауларыңызға болады. Біз өзіміздің YouTube желісіне де ол туралы не салып өткенбіз. Қазір рұқсат болса, мен жерде қазір егер демонстрацияға қосылатын болса, бір экранда қосылып, бір 2 минут қана сіздерге не көрсетіп өтейін. Бұнда мен қазір мысалы тікелей эфирге мен алдында сіздерге шығарған кезде көрсеткен. Ол OBS деген сияқты программа бар, информатиктер барлықтарыңыз білесіздер. Қазір бізге Facebook желісіне эфир жасап жатқан осы программа. Яғни осы программаны жазып алсаңыздар болады. Бұл программаның бір жақсысы, біз видеоны жазып қайта-қайта монтаждамаймыз. Егер мысалы жасыл экран болатын болса, бізде жасыл экранды қойып, барлығын алып тастауға мүмкіндік бар, слайдтарды көрсетуге мүмкіндік бар. Сосын кейін мына жерде начать запись деген бар. Начать запись деген басатын болсақ,
компьютерге автомат түрде сіздің айтқандарыңызды, сабақтарыңыздың бәрін жазады. Оның артынан кейін бізде көп монтаждаудың көп қажеті болмайды. Сондықтан егер бізде басқалар министрлік тарапынан қайтсең де видео түсіріңдер, қайтсең де видео сабақ өткізіңдер деп ешкім мәселелеп жатқан жоқ. Бірақ өз қызығушылықтары болып, егер түсіреміз, оқушыларға көрсетеміз, мынандай дүниелеріміз бар деп, егер түсіндіретін болсаңыздар, мына программа өте қолайлы және қолданғанға өте жеңіл, көп ешқандай батырмасы, көп ештеңесі жоқ. Жаңа начать записьті басасыздар да, жаңағы жаза бересіздер. Егер тікелей эфирге өтуге керек болатын болса, жаңағы файл, мына жерде файлда настройкаға кіретін болсаңыздар, осы настройканың ішінде барлығы тұр. Сол жерде Facebook'a керек, Twitter'ге, сосын кейін YouTube'ға тікелей эфир жасауға мүмкіндігі болады. Осы программаны жазып алып, жұмыс істеріңізді ұсынамын. Мысалы, вещание деген бар, сол арқылы жұмыс жасап тұр. Енді басқа сұрақтарыңыз болмаса, бүгінгі Ержан, кешіріңіздер, программаның атын айтып жүріңізші. Ол программа. Ағылшынша OBS не жақ сообщениеға жазып қалдырайыныз, сол программаны жазып алсаңыздар болады. Айтып жіберсіз. Енді барлықтарыңыздың қатысқандарыңызға көп рахмет. Ержан, бір ауыз әңгіме. Ержан, бір ауыз. Мына жерде министрліктің өкілі Ерболат бауырымыз келіп қалды. Келесі аптада сен Ерболат екеуің Мержан тағы бір ұйымдастырып, осы салаға жауапты вице-министрді, ақпарат министрінің осы салаға жауапты орынбасарын, сосын жаңа күнделіктен отыр Мұхит Үмекин Дарын онлайнның өкілін осында шақырып, тағы бір осындай сұхбат өткізсек, келесі аптаға бір күнді белгілеп. Ереке қалай, мүмкін ба бұл? Түсінікті, біз ойлап тұрайық, мүмкіндікке қарай отырып, мүмкіндігімізге қарай отырып. Ертең тікелей эфирде вице-министр Шолпан Каринова Таңатқызы тікелей эфирде Фейсбукта, яғни дәл осы қашықтан оқыту орта білім бойынша тікелей эфирге шығады. Сол жерде барлық сұрақтарыңызды қойып кетсеңіздер болады, сол жерде жазып. Енді ол тек қана қалың көрермен үшін емес, сонымен қатар журналистер үшін де болады. Сонымен қатар жаңағы сіздің ойыңызды қолдаймын. Яғни мына компания өкілдерін қазіргі жұмыс жасап жатқан, тегін түрде бізге көмектесіп жатқан, жаңа мысалы Мұхтар мырза өзі деталына түсіндіріп кетті. Келесі жолы басқа компания, одан кейін басқа компания деген сияқты ұйымдастыруға болатын сияқты. Оны қазір Мейіржанмен ақылдасамыз, мүмкін алдағы уақытта да солай ұйымдастырғанымыз жақсырақ болады. Сосын жаңағы өтініш сіздерге, сол ата-аналар тарапына, қоғамда кейбір біздің белсенділер бар ғой, шынын айту керек. Кейбір кезде түсінбейсің, жан аши ма, әлде бір жан ашымайды ма, әлде бір әдейі бір құлағанын қалай ма осы сондай тұрғыда болып жатқан пікірлерге өз пікірлеріңізді сіздер себебі кәсіби тұрғыда қазір көріп отырсыздар ғой ситуацияны. Өздеріңіз тесттен өткізіп жатырсыздар, өздеріңіз бақылап жатырсыздар. Сол мәселеге қатысты осы жерде бір ортақ консенсусқа, ортақ пікірге келіп отырған сияқтымыз, Өмір мырза. Мен байқап отырмын қазір әлеуметтік желіде мысалы, Мейіржан болсын, Өмір мырза болсын, Данарал болсын, басқаларыңыз Ақмарал Шатемірқызы болсын, барлығыңыз өз пікірлеріңізді жазып жатырсыздар. Бұл өте жақсы. Осы трендті қалдырмасақ, себебі тіпті өзінің қалай деп айтуға болады, оқып отырған баласы жоқ, не өзі мұғалім емес, не ата-ана емес адамдар осы бойынша өзінің пікірін білдіріп жатады. Бұл менің ойымша өте дұрыс емес. Себебі ол тіпті ол саланы жақсы білмеуі де мүмкін, тіпті ол қолданбаған болуы мүмкін. Бірақ сынауға келген кезде барлығы жақсы, ал нақты давайте істейік, бірге қолға алайық деген кезде керісінше артқа тарта бастайды, бүйректен сирақ шығара бастайды. Осы тұрғыдан сіздерден бір өтінерім, көмек сұрарым деуге де болатын шығар. Бір осы жағынан бізге жақсылау, қолдау керек. Ерболат мырза, рахмет. Сол әріптестер. Келесі аптада бұйырса тағы да жүздесеміз деп ойлаймын. Қатысқандарыңызға рахмет. Келесі жүздескенше сау саламатта болыңыздар. Сіздерге де рахмет. Сау болыңыздар.